Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жеткізген хадисте айтады: "Синфани мин ахлин нар лам арахума". Екі түрлі тозақ иелері бар, мен оларды көрген емеспін дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында олар болған емес. Қаумун маахум сият ка азнабил бақар ядрибуна бихан нас. Біріншісі, қолдарында сиырдың құйрығы секілді, яғни қамшылары бар. Қолдарында қамшылары бар, сиырдың құйрығы секілді, онымен адамдарды ұрады. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ. Және сондай-ақ киімді жалаңаш әйелдер деді. Касият, арият, киімді бірақ жалаңаш. Бұл сөзді қалай түсінеміз? Ғұламаларымыз бұны тәпсірлеген кезде, яғни оның киімі денесіне жабысып тұратын, денесін, дене бітімін, пішімін байқатып тұратын киім деген мағынада, немесе киімі жұқа, денесін көрсетіп тұратын, әлгі бағанағы бір перде сияқты сондай киім. Яғни оның үстінде бір қарасаңыз киім бар, бірақ екінші жағынан қарасаңыз киімі жоқ адам секілді. Және касият, киімі бар деген тағы бір мағынасы, киімі бар, бірақ киімі денесін жаппайды. Өкінішке орай қазір сондай әйелдерді көріп жатырмыз. Бұл хадисте айтылған, немесе хадиске ғұламаларымыздың жасаған шархының 3 түрі де біздің заманымызда болып жатыр. Киініп алған, бірақ киімдер денесіне қатты жабысып тұрады, немесе киінген, бірақ киімі бәрін қосқанда 1 метр матада шықпайды, немесе киімі сондай бағанағы жұқа, орысша айтқанда прозрачный, денесін байқатып тұрады. Денесі байқалып тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұларды киімді жалаңаштар деп жатыр. Киімді жалаңаштар. Негізінде әйел адамның киімі кең болуы керек, әуретін жауып тұруы керек. Әйел адамның әуреті қолын осы білезіктен қолы, саусағының ұшына дейін 2 қолы, одан кейін жүзі. Біздің мазхаб ғұламалары қолға қияс қылып, аяқты, яғни тобықтан төмен аяқты да қолдың үкімінде дейді. Жалпы осы жерлерінен басқа жерінің бәрі әйел адамның жабық болуы шарт, жабық болуы парыз болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірде Асма бинт Аби Бакр радиаллаху анха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйіне кіріп келді. Айша анамыздың әпкесі, киімі шариғатқа сай емес еді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Я Асма ва Асма, иза балағатил мар'атул махид", егер әйел адам хайыз жасына келетін болса, яғни шариғат белгілеген сол балиғат жасына жететін болса, лам яслух ан ябдуа минха илля хаза ва хаза ва ашара иля вajhihi ва каффайhi. Оның тек қана мына жерлерінің көрінуіне болады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жүзіне және 2 қолына білезікке дейін ишара жасады деді, көрсетті деді. Яғни әйел адамның басқа жері әурет болып табылады, және сол әуреті толықтай жабық болуы керек, және жабатын киімі кең болуы керек. Сол үшін де ғұламаларымыз жалпы орамалдың шариғатқа, киімнің шариғатқа сай болуы үшін ең бірінші әуретті жабатын болуы керек дейді. Екіншісі, денесін байқатпайтындай, дене бітімін байқатпайтындай кең болуы керек дейді. Және үшіншісі, киімі сиябу шухра дейді, яғни адамдарды алаңдататын, өзіне көңілін бөлдіретін киім болмау керек. Бағана ерекшеленіп тұратын, бірден адамдардың барлығы бұрылып қарайтын сондай киім болмауы керек. Және одан кейін киімі басқа дін иелерінің киіміне ұқсамау керек дейді. Басқа дін иелерін білеміз, мысалы бағанағы кейде шіркеудегі әйелдерді көретін болсаңыз, олардың да киімдері, яғни жалпы алғанда бағанағы әуретті жабатын, беті ғана көрініп тұрады, қол ғана көрініп тұрады. Киімдері былайша айтқанда әуретті жабу жағынан біздіңкіне ұқсайды. Бірақ олардың киімдерінің өзінің бір белгілері бар. Сырттан қараған адам оның бағана өздерінің ғибадатханасында жұмыс істейтінін бірден біледі. Сондай киім болмауы керек дейді. Басқа дін иелерінің киіміне ұқсамаған болуы керек. Және одан кейін киімі бағана көшеге шыққан кезде әтірленген болмауы керек. Егер әтірленіп шығатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ондай әйелге
қайта үйіне кіріп жуынуға бұйырған. Руусухунна касниматил бухтил маиля, және олардың бастары әлгі түйенің өркеші сияқты дейді. Түйенің өркеші сияқты, яғни шаштарын бағанағы үстіне жинап алып, кәдімгі неше түрлі прическалар істеп қазіргі заманда көріп жатырмыз. Солай жүреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны сол түйенің өркешіне ұқсатқан. Енді бұл хадистен жалпы, яғни шашты бууға болмайды дегенді түсінеміз бе? Ғұламалар хадистің шархында жалпы мысалы әйел баласының шашы ұзын болған кезде оны артына түйіп қояды, буып қояды, кейін үстінен орамалын тағады. Жалпы яғни арнайы бір соны үлкейтіп тұратын бір затты қоймаса, ол харам емес деген көзқарасты айтқан. Өйткені бағанағы шашын жайып жүруі әлбетте ыңғайсыздық тудырады. Бұл жерде яғни шашын ашып алып, шашының үстіне бағанағы артық шашын жинап қойып, арнайы прическа жасатуды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям меңзеп тұр. Ондай әйелдер жайында ла ядхулнал жанната ва ла яджидна рихаха, олар жаннатқа кірмейді, жаннаттың иісін де иіскемейді дейді. Ва инна рихаха ла юджаду мин масирати каза ва каза, оның иісі, яғни жаннаттың иісі сондай бір ұзақ арақашықтан шығып тұрады деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Яғни олар жаннатқа жақындамайды да, жаннаттың иісі жететін жерге де жақындамайды деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Хадисті имам Муслим рахмахуллах жеткізген. Енді бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында болмаған көрініс кейіннен пайда болды. Өкінішке орай қазіргі заман сол шешіну заманы болды, жалаңаштану заманы болды. Өкінішке орай тіпті адамдардың ақылдан адасқаны соншалықты, кейде мысалы бір нәрсеге қарсы пікір білдіргісі келсе, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям менің заманымда болған жоқ, мен көрген жоқпын, яғни пайғамбарымыздан кейін болады дегендіктен де автор бұны ақиреттің белгілеріне жатқызған болуы керек. Болмасам бұл жерде жалпы ақиреттің белгілеріне немесе қияметтен алдын деген секілді сөз кездеспейді жалпы. Бірақ бұны сол ақиреттің белгілері ретінде автор келтіргендіктен де біз оқуды жөн көрдік. Келесі қияметтің белгілерінен бұл адамдардың мешіт соққан кезде мешітті безендіріп, мешітті неше түрлі қылып бағанағы әсемдеп, сонымен мақтануы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Абу Дауд, имам Ахмад, имам Даримилер риуаят еткен хадисте айтады: инна мин ашратис саа айятабахан насу фил масаджид. Қияметтің белгілерінен адамдардың мешітпен мақтануы дейді. Яғни бір адам рия үшін мешіт салады, және ол мешітін үлкейтіп салады, оны жақсылап тұрып әсемдейді, ішін неше түрлі нақышпен бағанағы безендіреді. Сөйтіп әлемге жалпы немесе адамдарға мақтанады: міне мен осындай мешіт салдым, осындай керемет мешіт тұрғыздым деп мақтанады. Және жалпы сахабалардан келген сөз бар. Бұл сөз Абу Дарда немесе